Қайырлы таң, достар. Бүгінгі жұма мүбәрәк болсын. Мен мына жантақ өнімін кеше аштым, бірінші күн іштім. Мұрныма жақтым, көзім қышығанда бүйтіп ұстап алып бүйтіп тырнайтынмын ғой. До такой степени қышығанда аллергиядан. Менде қолымда қазір ионная форма жантақ сиона мен серебра түрі. Енді результат бір күнде көзімнің қышығаны басылды. Мына жерлерім түгел қанталап, көзімнің іші қанталап кетіп еді. Сосын мұрным тоқтамай су болып жүрген еді. И сіздерге видео жазып или ақпарат берсем, мұрным бітеліп қалып жатқан еді. Соның барлығы бір күндік нәтиже, жеңіл болып қалдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кеше 6 капля тамызған едім, мен ем үзілімін так как деп қорқып. Бүгін все равно маған 8 капля ішем, кешке 8 капля ішемін, себебі 6 каплядан мен уже результат көріп отырмын. Сосын кішкентай қызым түнде тоже мұрны бітеліп, қайта то тамызам, то жағам, масло сөйтіп шығатынмын. Бүгін тып-тыныш ұйықтады. Жатар кезде маған еще салып қойдым, жатуға дайындап. Осыған тамшысын тамызып, мұрнының ішкі қуыстарына жағып беріп ұйықтаттым. Түнде тыныш ұйықтады, Аллаға шүкір. Кәдімгі су, жылы су ішесіздер ғой, сол суға тамызып ішіңіздер. Сонда біз жай ғана су ішіп жатқан жоқпыз. Иондық күміс иондары бар жантақ экстрактын ішіп отырмыз. Ем болсын, қазір аллергия деген қозып тұрған кез ғой. Басқа енді неше түрлі дерттерден адамдар қиналуда, солардың барлығына айтыңыздар, біле жүрсін. Бай қуатты болайық дедіміз, сау болсын.